Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен отбасылық асхана ас дайындаймыз. Бүгін біздер үй жағдайында KFC дайындаймыз. Бұған керегі бізге тауық еті, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және салқын су. Ең алдымен біздер тауық етін тұздаймыз. Барлығын көз мөлшерімен салып жатырмын, бірақ тұзын көбірек қосқан жақсы, өйткені біз салқын су құямыз ғой, үстіне маринадтауға. Содан кейін қызыл бұрыш саламыз. Барлығы өз қалауымызша. Мен көбірек қосам, өйткені салқын су енді дәмі кетіп қалмасын деп. Қара бұрыштан да көбірек қосам. Чеснок қосуға болады, бірақ менде чеснок жоқ. Осының үстіне салқын су қосамыз. Ал міне біздің маринадымыз дайын. Тауық еті 2 сағатқа холодильникке қойылды. Маринадтауға тұзы барлығы сіңді. Енді осыны біз салфеткаға сіңдіріп аламыз. Ал кляарға келетін болсақ, бізге 10 керек және 3 жұмыртқа. Мінекей мен суының соқтырайын деп жатырмын. Мына тауығымызды осындай жай салфеткаға қоя саласыздар. Су үстіне төзі, содан кейін 3 жұмыртқаны жарып, араластырып, мына ұнға аунатып, қатты қызып тұрған майға қуырып аламыз. Ал мінекей мен сорықтырып алдым тауықты. Ендігі кезек кляарға келді. Міне осылай батырамыз да жақсылап ұнға аунатамыз. Осы аунатқаннан кейін қатты қызып тұрған табадағы майға қуырып аламыз қызарғанша. Мінекей сіздерге қуырылу процесін көрсетейін. Біреуін салып. Майымыз жақсы қызған екен, көріп тұрма, уже тауығымыз қуырылып жатыр. Ал мінекей біздің үй жағдайында дайындаған KFC-іміз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ, орысша айтқанда хрустящий дейді ғой, сондай болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Егер сіздерге осы рецепт пайдалы болған болса, келесі жол міндетті түрде жасаймын деген адамдар болса, сақтап алыңыздар. Біздерге подписка жасамаған адамдар біздерге подписка жасап, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Сіздермен бірге ас дайындаған отбасылық асхана. Ас болсын. Баршаңызға рахмет.